Бүгінгі сіздерге ұсынайын деп отырған тақырып Қазақстандағы жаппай отаршылдық және қоныс аудару саясаты. 19 ғасырдың 60-90 жылдарында Қазақстан жерінде барлықтарыңыз білетіндей өте үлкен көлемде әкімшілік реформалар жүргізіле бастады. Әсіресе 19 ғасырдың 60 жылдарындағы, яғни 1867-68 жылдардағы реформадан кейін қазақтардың жерін түгелдей мемлекеттің меншігі деп жариялап, қазақтар үшін күтпеген тосын сый қылды. Бұл реформалар Қазақстанды шаруалар арқылы кең көлемде отарлап алуға негіз жасады. Қазақтардың жерін күштеп тартып алу, оларды жерсіз қалдыру, олардың жерін күшпен тартып алу және Қазақстанның жеріне, қазақтардың ата мекеніне орыс шаруаларын қоныс аударту сияқты әрекеттермен жаппай отаршылдық жүйесі жүзеге асырыла бастады. Егер 19 ғасырдың ортасына дейін Қазақстанға көбінесе Ресейден әскери топтар мен казактар келіп отырылған болса, 19 ғасырдың екінші жартысынан кейін жағдай мүлдем өзгерді. Өйткені Ресей шаруалары бұрын соңды болып көрмеген қазақ даласына қоныс аудару ісі мемлекет тарапынан қолға алынды. Бұның бірінші себептері 1861 жылы Ресейде басыбайлылықтан босату туралы, яғни басыбайлы езгіні жою туралы жарлық шыққан болатын. Шаруалар үшін бұл өте үлкен жаңалық болды, өйткені олар тәуелділіктен құтылды. Алайда бұл жаңалықтың екінші жағы болды. Шаруалар жерсіз қалды. Жерсіз қалған, немесе шағын ғана өте кішкентай жері бар шаруалар үкіметке қарсы шығып толқулар жүргізді. Бұл мәселені қалай шешпек керек? Әрине, Қазақстан мен Сібір аумағына жаппай қоныс аударту шараларын ұйымдастыра бастады. Екіншіден, олар Ресей империясы қоныс аударушылардың есебінен қазақ жерінде өзінің сенімді тірегін қалыптастыруды да мақсат етті. Қолдарына қару, жер, мал бергеннен кейін шаруалардың мәселесі шешіліп, әрине Ресей қожайынының дегенін істейтін болды. Үшіншіден, патша үкіметі орыс шаруаларын жаппай қоныс аударту арқылы қазақтарды егіншілікпен айналысатын отырықшы өмір салтына көшіруді ойлады. Өйткені ондай жағдайда қыруар жер көп босап қалатын еді. Екіншіден, халықтың шаруашылықпен айналысуы өнімділікті көбейтетін еді. Және оларды, отырықшы халықты қатаң бақылауда ұстау өте тиімді мүмкіндік болатын еді. Міне осылайша қазақтарды отырықшы өмір салтына көшіруді жұмсады. Төртіншіден, патша үкіметінің жергілікті халықты христиан дініне енгізу және орыстандыру сияқты арам пиғылы да болды. Ал бесіншіден, қоныс аударушы шаруалар Қазақстанды орыс империясының мол астығы бар қоймасы ретінде айналдыруды үміттенді. Міне осылайша өлкені казактар арқылы отарлау, шаруалар арқылы отарлау жұмыстары керемет іске аса бастады. Сонымен бірге Ресейдің жерсіз шаруалары жаңа жерде емін-еркін тамаша өмір сүруге болады деп хабарлар мен хаттар келген сайын, олар Қазақстанға деген ынтықтары аса берді. 1866 жылы Батыс Сібір бас басқармасы шаруалардың Қазақстан жеріне өз беттерінше қоныс аударуларына рұқсат берді. Әрине, олар көшіп келгеннен кейін казак станцияларына жайғасты. Қазақстанға келмес бұрын шаруалар әдетте ходоктарды жіберді. Олар келіп, жердің тамаша екендігін, өздерінің жерлестерін неғұрлым тезірек Қазақстанға жетуге шақырып, жаңадан орыстардың елді мекендері пайда бола бастады. Көшіп келушілердің барлығы Қазақстанға ішіндегі Саумалкөл жеріне қоныс аудара бастады.
Байырғы халықтан тартып алынған жерлер қоныс аударып келген орыс шаруаларының иеліктеріне заңдастырылып берілді. Қазақстанға қоныс аудару жөніндегі алғаш рет бастама көтерушілердің бірі Жетісудың әскери генерал-губернаторы Колпаковский болды. 1868 жылы оның тікелей басшылығымен Жетісу шаруаларының қоныс аударушы шаруаларға бірқатар жеңілдіктер мен артықшылықтар беру туралы шешімі көзделді. Шаруалардың әрбір ер азаматына 30 десятинадан жер телімі бөлініп беріліп, ең бастысы олар алым салықтан және міндетті борыштарды атқарудан 15 жыл бойы босатылды. Осылайша көшіп келушілер мен жергілікті байырғы халықтардың арасындағы кикілжіңді ушықтырып, қазақ халқын өз туған жерінен ығыстыру шаралары жүргізілді. Қоныс аударып келген шаруалардың да жағдайлары мәз бола қойған жоқ, өйткені олар адам тасуға бейімделмеген қолайсыз вагондарда әкелінді. Кейбіреулері ходоктар жаяу жалпы келе жатты. Өте көптеген келгеннен кейін олардың бірден дайын тұрған баспаналары болған жоқ, аспан астында жатты. Ауа райы қолайсыз болған күндері де олар сол келген жерлерінде өмір сүруге тиісті болды. Үшіншіден, азық-түлік жетіспеді, ешқандай дәрігерлік көмектер болған жоқ, нәтижесінде ауру сырқау көбейді, тіпті өлім-жітімнің де көп болғаны осы жерде. Сондықтан да Омбы мен Петропавл өңірінде осы ең бірінші орыс мұжықтарының мәселесін шешу үшін қоныс аударушылардың пункттері мен ауруханалар, барактары жедел түрде салына бастады. Ереже бойынша жергілікті халықтың басы артық жерлері суару жүйесі су көздерін жаппай қосып алған кезде тартып алынды. Патша үкіметі қоныс аударту басқармаларына қазақтардың жерлерін тартып алуына және оларды атам мекен жерлерінен күштеп қуып шығуына толығымен құқық берді. Қоныс аударып келген шаруалар өз алдарына жеке болыстарға біріктіріліп, алғашқы кезде уезд бастығына бағындырылса, кейіннен шаруалар бастығы деген жаңа лауазымды қызмет пайда бола бастады. Отаршылдық саясат келімсек орыс шаруалары мен жергілікті қазақтардың арасындағы жанжалды дау-дамайларды тудырып отырды. Өйткені жерінен айырылған қазақ тартып алған орыс шаруалары, еріктің барлығы орыс шаруаларына берілді және оларға әртүрлі жеңілдіктер ұсынылып отырып, жергілікті байырғы автохтонды қазақтарға ешқандай да мүмкіндік берілген жоқ. Сонымен қатар, неғұрлым құнарлы жерлердің барлығын тартып алғаннан кейін, мысалы, Омбы уезінің өзінде 52%-ға, Қостанай уезінде 54%-ға, Ақмола уезінде 73%-ға жер тартылып алынды. Бұл жер тартып алудың жалғасы 1881-1883 жылдардағы ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуына жалғасты. Ол туралы келесі сабақта баяндайтын боламын.